Баршаңызға қайырлы күн, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан пирог дайындайтын боламыз. Бауыр пирогы дастарханыңыздың көркін ашып, сондай дәмді, әдемі көрінетін және де кез келген дастарханнан ең бірінші болып таусылатын дәл осы бауыр пирогы болып табылады. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге дайындайтын боламыз. Бауыр пирогын дайындау үшін аты айтып тұрғандай бізге кез келген малдың бауыры жарай береді, және де қажет заттардың тізімін описанияға толығымен грамдарын, өлшемдерін жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бауырды жуып, тазалап, суынан жақсылап ағызып, осындай кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Содан соң ет тартқышпен немесе блендермен өткізіп алсаңыз да болады. Ет тартқышпен өткізетін болсаңыз, түйіршіктері ірілеу болып қалады және де қоюлау болып шығады. Блендермен өткізетін болсаңыз, сұйықтау болып өтеді. Және де жұмыртқамызды тұзын, бұрышын салып, барлығын бір келкі масса болғанға дейін өткізіп, араластырып аламыз. Одан кейін еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан қоса отырып, венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен салқын сүтімізбен ұнды кезектеп қосып, сұйықтау бір келкі түйіршіксіз масса болғанға дейін араластырып аламыз. Барлық қоспамызды қосып, араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды құйып, және де сұйықтау, қаймақ секілді болғанға дейін сүтімізді үстіне қоса отырып, осындай масса етіп шығаратын боламыз. Газ отымызға құрғақ табамызды, осындай блины пісіретін таба болу керек, қойып, және де сұйық майымызды аздап құйып, бір келкі етіп жағып шығамыз, және де бауырдың қамырын осылай блины секілді етіп құйып, бір келкі етіп табамызға тигенге дейін жағып шығатын боламыз, және астын толық піскенге дейін пісіріп, екінші бетіне аударамыз. Астыңғы беті осындай болып шығу керек, және де үстіңгі беті де осы видеодағыдай болып шығу керек. Мен осылай тездетіп видеоны өткізіп жіберіп түсіріп шықтым сіздерге. Болмаса ұзақтау шығатын еді. Бізде блиныларымыз осындай болып шығу керек. Енді бауыр пирогының салмасын дайындайтын боламыз. Бізге пияз бен сәбіз қажет болады. Пиязды видеодағыдай етіп турап алдым, және де табамызға майымызды, сұйық майды құйып, пиязымызды қызарғанша қуыратын боламыз. Осындай болып қызарып пісу керек, және де тұз бұрышын салып, үстіне үккіштен өткізілген сәбізді қосып қуыратын боламыз. Сәбізді қосқаннан кейін қатты қуырып қажет емес. Осы видеодағыдай етіп қуырсаңыз жеткілікті. Астын өшіріп, және де бөлме температурасында толығымен суытатын боламыз. Енді бауырдың арасына жағатын майонезді дайындап аламыз. Майонезге сарымсақты ұсақтап турап, немесе осы сарымсақ езгіштен өткізіп алсаңыз да болады. Осындай көп емес, азғантай сарымсақ алдым. Егер дәміне қарап көбірек қаласаңыз, көбірек қоссаңыз болады. Жақсылап өткізіп алып, майонезді араластырып аламыз. Барлық қоспамыз дайын болғаннан кейін бауыр пирогын жинауға көшеміз. Ең алдымен бауырымызды салып, үстіне майонезді қоспамызды қосып, және де сәбізден жасалған салмамызды жағып шығамыз бір келкі етіп, және үстіне осылай бауырды қойып, майонезді жағып, сәбізді үстіне жағып, кезектеп бауыр пирогын толығымен жинап шығатын боламыз. Дайын болған бауыр пирогын енді әсемдейтін боламыз бетін. Мен осылай жұмыртқаны қайнатып, үккіштен өткізіп, бетіне бір тегіс қойып шығатын боламын, және де үстіне укропты, яғни аскөкті майдалап, ұсақтап, турап, сеуіп шығатын боламыз. Сіз өз қалауыңыз бойынша пирогтың бетін әсемдесеңіз болады. Пирогымыз өте әдемі және де дәмді, сочный болып шыққан. Сіздерге бұны кесіп көрсетейін.
Бауыр пирогын қонақ келгенде дастарханыңызға қоятын болсаңыз, кішілеу, әдемі етіп нарезка етіп кесіп қойсаңыз болады, немесе ассортиға қосып қойсаңыз да болады. Менде 1 килограмм бауырдан осында 2 бауыр пирогы дайын болды. Бауыр пирогын мен әдетте 6 немесе 7 слой етіп жасаймын. Одан биіктеу, үлкендеу болып қалатын болса, ол нарезка кезінде құлап, сынып, бөлініп кетуі мүмкін. Осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментария жазып, және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.